Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма. Мен бүгінгі шығарылымда 2017 жылы шыққан «Ночь воспоминаний» атты корейский фильмді қысқаша баяндайтын боламын. Менің каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, видеодан алған әсерлеріңізбен комментарийда бөлісіп кетуіңізді сұраймын. Бұл сіздер үшін түк емес, ал мен үшін өте маңызды. 1997 жыл фильмнің басында Джун Сюк атты жігіт көлікте оянады. Қасында анасы, әкесі және Юсюк атты ағасы бар. Ағасы өздерінің жаңа үйге көшіп келе жатқандарын айтады. Джун Сюк жаңа үйге келгеннен кейін үйін көрген кезде бұл үйді бұрын дәл осы жерде көргендігін сондай қылып айтады. Бұрын осы үйді көрген сияқтымын деп сондай кейіпке түседі. Ағасы Юсюк беделді, табысты, мектепте де үздік оқушы болған, және де ең танымал университетті бітірген. Тіпті музыкалық аспаптарда да жақсы ойнайды. Ал Джун Сюк болса өзі қарапайым жігіт. Ол ұйқысы тыныш болмағандықтан күнде дәріс жүруге тура келеді. Және де ол өзінің бар мақтанышы ағасы деп ойлайды. Көшу барысында олар ағасы екеуі бір бөлмеге жатуға тура келеді. Көшіп жатқан кезде грузчик оған «Сен тіпті үйдің кішісі екеніне сене алмаймын» деп айтып жатқан кезде ағасы сөздерін бөле қояды. Тамақтың басында Джун Сюк жоғарыдан бір дыбыс естиді. Бірақ та ата-аналары қасындағы «Жоқ, ешкім естімедік» деп жауап береді. Бірақ бұл дыбысты артынан Джун Сюк тағы да естиді. Түнде барып сол бөлмені қарамақшы болады, қандай дыбыс екен деп. Бірақ та артынан ағасы келіп тоқтатады да «Таза ауаға шығып келейік» деп Джун Сюкті далаға алып кетеді. Екеуі далада тұрған кезде әкесі хабарласып үйге шақырады. Үйге кетіп бара жатқан ағасына бір-екі жігіт келіп сол жерде керісіп ағасын төбелесіп жатады. Ал Джун Сюк болса ағасына көріп жүгіріп, бірақ та үлгермейді. Олар машинаға салып алып кетеді. Үйге келіп анасына болған жайтты айтады да құлап қалады. Джун Сюк ұйықтап жатқанда әрқашан өзін біреу тергеп жатқан сияқты қорқынышты түстер көретін болды. Әке-шешесі оятса, ағасы әлі қайтып оралмаған екен. Бірақ та детективтер сенімен сөйлескісі келеді деп әке-шешесі оятады. Джун Сюк тұрғаннан кейін детективтерге барлық көрген білген айтады, және де тіпті ағасын ұрлап кеткен көліктің нөмірін жаттап алғандығын айтады. Бірақ та детективтер тексере келе қалада ондай көліктің тіркелмегені жөнінде айтты. Енді бұларда ағасын ұрлап кеткен адамдарды ұстап алатын ешқандай айғақтар да табылмады. Тек күтуден басқа амал қалмады. Ал Джун Сюк әрқашан әлгі қорқынышты түсті көре бастады. Арада бірнеше күн өткеннен кейін Джун Сюк ұйқысынан шошып оянады. Сол кезде ағасы үйге оралады. Ешқандай жарақатсыз, бірақ та есінде ештеңе де қалмаған екен. Дәрігердің айтуы бойынша алған шоктың әсерінен жадын ұмытқан деген диагноз қояды. Тек қана отбасына күту ғана қалады. Джун Сюк түнде ұйықтап жатқанда ағасының бір жерге кеткенін байқайды. Ертесіне дәрісін ішпек болған кезде үстелдің астына түсіріп алады да жарайды ішпей ақ қояйыншы дейді. Сөйтіп ағасымен тамақтанып отқанда түнде қайыққа кеттің деп сұраса, ағасы жоқ, еш қайыққа кеткен жоқпын, үйде болдым дейді. Ағасын кетіп баратқан кезде ағасын ауыратын аяғы емес, келесі аяғымен ақсап баратқанын байқап қалады. Тағы да түнде Джун Сюк ұйықтап жатқан сияқты болып кейіп танытады. Осы кезде ағасы кетпекші болады да Джун Сюктің шынымен ұйықтап жатыр ма жоқ па деп тексереді. Сөйтіп ағасы інісінің ұйықтап жатқанын сезгеннен кейін кетіп қалады. Ал Джун Сюк болса оянып ағасының артынан аңдай бастайды. Сөйтіп ағасы бір көлікке отырып өзге бір базарға келеді. Ал Джун Сюк оның ағасының артынан аңдып жүреді. Сөйтіп ал ағасы болса әлгі үйге келген полицейлермен кездесіп жатады. Бұны байқап қалған Джун Сюк қашып кетеді. Бірақ та ағасы оны ұстап, оянса үйінде оянады. Ал ағасы не болды? Түс көрдің ба дейді. Ал Джун Сюк болса ағасынан қорқып жуынатын бөлмеге тығып қалады. Болған жайттың барлығын ағасына айтады, түндегі көргендерін. Ал ағасы болса жоқ, бұның барлығы сенің түсің деп мойындамайды. Джун Сюк жоқ, мен барлығын көрдім өз көзіммен, бұның барлығы шындық дейді. Осы кезде ағасы үндемей қалған кезде Джун Сюк бөлмеден шықса, ағасы екеуі бір-біріне тап беріп бас салып жатады. Осы кезде ағасы інісін тыныштандырып, жоқ, бұның барлығы сенің түсің, ештеңе де болған жоқ, сен дәріңді іштің бе деп сұрайды. Осы кезде Джун Сюк өзінің кешегі күні дәрісін ішуге ұмытып кеткенін есіне түседі. Сөйтіп ағасы бөлмеден үйден шығып кетіп қалады. Ал Джун Сюк үстел басына отырғанда ағасының өзін тексерген карандаштың ұшын көріп қалып, бұның барлығы шындық екен ағасының алдағанын біліп, анасына жүгіріп барып болған жайттың барлығын айтады. Ал анасы болса, онда әкеңе хабарласайық, бұны айтайық деген кезде, жоқ, тұра тұрыңыз, әкеме айтпай тұра тұрыңыз дейді. Ал түнде Джун Сюк анасының телефонмен сөйлесіп жатқанын байқап қалады өзі жайлы, яғни бұл бір нәрсе сезіп қалған сияқты деген сөздерді естіп жүгіріп қорқып кетеді. Ал анасы Джун Сюкті байқап қалып бөлмесіне барып тексерген кезде Джун Сюк үлгеріп бөлмесіне жатып қалады. Бірақ та анасы кете салысымен терезеден секіріп қашып кетеді. Ал алдынан өзінің өтірік әкесі шығады. Ол әкесінен де қашады. Ал
Ал анасы болса артынан бейтаныс бір жігітті қудыртып жібереді. Бірақ та бағына орай полиция бөлімшесіне келіп, Жүнсек басынан өткен жағдайдың барлығын айтады. Осы кезде полиция қызметкерлері аты жөнін қай жылғы екенін сұраған кезде 1977 жылғым деп жауап береді. Демек сіз қазір 41-десіз ғой деген кезде жоқ, мен 21-демін дейді. Ал полиция қызметкері қазір қай жыл деген кезде 1997 жыл деп жауап береді. Бірақ та қазір 1917 жыл екенін айтқан кезде Жүнсек календарды көреді. Жанына қараса, дамып кеткен қазіргі құрылғыларды көріп, тіпті телевизорден екі президенттің кездесіп жатқанын көріп Жүнсек аң-таң болады. Айнаға келіп қараса, расымен де 41 жастағы қартайып кеткен кісіні көреді. Ештеңе түсінбеген Жүнсек үйіне қайтып оралады. Үйіне келсе, әлгі құпия бөлмеден музыка шығып жатады. Барғаннан кейін сол бөлмеде артынан өзінің отбасысы кіріп келеді. Жүнсекке осыдан 20 жыл бұрын сен анасы мен қызын осы бөлмеде сен өлтіріп тастадың деп айтады. Бірақ та дәлел болмағаннан кейін бұл істі тек ертерек жауып тастаған екен. Ал қазір сол істі қайтадан көтеріп, осының қылмыскер Жүнсек екенін білген екен. Ал әлгі тергеулер Жүнсектің ол шын өмірінде, яғни оны ұстап алғаннан кейін қылмысын мойындату үшін болған өзін тергеп жатқан жайттары екен. Бірақ қазіргі әкесі, яғни психолог, Жүнсектің өзінің жадынан осы болған жайтты өшіріп тастаған, яғни бұлар оны Жүнсекті гипноздап өзінің ең бақытты шағына қайтып алып келу керек деген шешімге келеді. Сөйтіп олар өзінің Жүнсектің бақытты шағын жасайды. Бірақ та ағасын полициялар алып кеткені бұл планды барлығын бұзады. Ал әлгі дыбыстар басқа бір полиция қызметкерлерінің жасап жатқан жұмыстары екен, әлгі бөлмені дайындап. Ал қазіргі жайтқа келгеннен кейін Жүнсек бұның барлығын мойындамайды. Жоқ, мен ешқандай да қылмыскер емеспін деп алып бара жатқан көліктен қашып кетеді. Сөйтіп қашып бара жатқан кезде тағы да өзге бір көлік оны басып кетіп, барлығын жадына есіне түсіреді. 1997 жылғы Жүнсек көліктің ішінде ата-анасы мен отбасымен жаңа үйге көшіп келе жатады. Бұл оның шын отбасы екен. Осы кезде көлік апаты болып, әке-шешесі көлік апатынан қайтыс болады да, ағасы қатты ауыр халде жатады да, операция жасауға көп ақша керек болады. Жүнсек осы кезде интернетке қандай да жұмыс болса, барлық жұмысты жасаймын деп хабарлама береді. Осы кезде оған өзінің әйелін өлтіруге ұсыныс түседі. Жүнсек ағасы үшін бұл ұсынысты қабыл алып, ол үйге барады қолына пышақ алып. Бірақ та кейін қарай ешқандай өлтірмей кетіп бара жатқан кезде бөлмеден әлгі әйел шығады. Ал осы кезде тіпті жоғарыдан қызы да түседі. Жүнсек сасқалақтағаннан кейін әйел де қызды да өлтіріп кетіп қалады. Бөлмеден кішкентай бала шыққан кезде балаға бөлмеге барып жат дейді. Кейін білсе, бұл өзінің дәрігерінің отбасы екен. Сөйтіп барып дәрігеріне барып сұрайды: сіз неге маған өз отбасыңызды өлтір деп айттыңыз деген кезде дәрігер айтады: мен саған тек қана әйелімді өлтір дедім, қазір жағдай қиын, мен әйелім атына страховка істеп қойған дедім, соның ақшасын балаларыма алып берейін дегенде сен менің қызымды өлтірдің деп осы кезде Жүнсекке бас салып, Жүнсекті жардан құлатып өлтірмекші болады. Бірақ та екеуінің қақтығысы кезінде дәрігердің өзі жардан құлап өліп қалады. Қайтадан 2017 жылға қазіргі уақытқа өтеміз. Жүнсек ауруханада жатады. Қасында ағасы болып жүрген Үсек тұрады. Қолында дәрісі бар. Не болғанын барлығын айтпасаң, осы сәтте өлесің деп айтады. Ал Жүнсек болса, есіне барлығы түсіргенін айтады. Үсек болса, сен менің кім екенімді білесің бе? Сен сол кезде мені өлтірмей кеткен, барып бөлмеге жат деген кішкентай баламын дейді. Оның балалық шағы балалар үйінде өткен екен. Барлық ақшасын тума-туыстары алып алғанын жайында айтады. Не үшін өлтірдің? Кім тапсырыс берді саған? Әкем ба деп өзінің әкесіне күмәнданып тұрады. Ал Жүнсек болса, жоқ, бұның барлығы менің кінәм, ешқандай тапсырыс беруші жоқ, мен кінәлімін дейді. Бірақ та Үсек оған сенбейді. Шындықты ешкім көтере алмайды. Жүнсек өзіне дәрін егіп, ал Үсек биіктіктен құлап, екеуі де фильмнің соңында мерт болады. Достар, осымен «Ночь воспоминаний» фильміне қысқаша шолу аяқталды. Егер де сізге видео ұнаған болса, комментарийға өз пікіріңізді жазып кетуді ұмытпаңыз. Лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды.